Ассаламуалейкум, құрметті көрермендерім, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Ал бүгінгі видеода бізде мінекей осындай копилка, оны біздер бүгін ашамыз. Алтын кирпичімізді. Мына копилканы біздер өткен жылда жасап едік қой. Өткен жылда 11 октябрьда, 11 қазан айында бастап салып бастадық бірінші тиындарды. Мінекей енді толды копилкамыз. Мінекей уже сыймай жатыр тиындар. Өзі сыймай жатыр. В общем, толды. Копилкамыз Алланың қалауымен толды да. Енді нығыздай берсек, мына крышкасы жыртылайын деп жатыр да. Сондықтан біздер қазір мына копилканы, крышканы жайлап ашамыз. Бірақ оның алдында біздер мына коробканы, алтын кирпичімізді висиға салып өлшейміз. Бисмиллах деп бастаймыз. Таразымызды алып келдік. Ал ассистент таразды маған бер. Қосма. Менің бүгін ассистентім көмекшім, Алдияр деген бала. Менің інімнің баласы. Алла Тағала оның өмірін берекелі қылсын. Ал өлшейік мынаны. Бисмиллах деп қояйық. Алтын кирпичімізді. Бес килограмм 118 грамм болып тұр. Алпыста. Сөндір алпыста. Енді біз мынаны не істейміз? Ашамыз. Ашамыз да. Бисмиллах деп. Мұны жырту керекпіз енді да. Сен де ашқың келе ма? Давай аш, давай, попробуй. Бірақ қиын болады саған. Күшің жете ма? Мынақта емес, мынаны сындыра бер жайлап, мына шеттерін қатты. Негізінде клей қатыстап тұр екен. Жыртқың келіп тұр ма? Кел, давай. Давай, жырт қатты. Бисмилlah де. Ай, молодец. Болды. Так, мен бет ашайық. Аш. Мінекей. Ішінде, в общем, гіл 100-дік және 200-діктер жатыр копилкада. Қазір біздер оны төгеміз и санаймыз. Қанша ақша жиналған екен. Қазына. Алдош, давай, жайлап төк мұнаны. Бисмиллах де сосын. Жайлап асықпа. Мұнақа істесің, мұнақа. Жайлап. Мынаны кіріп. Көтер. Вот. Көрсет, пустой екен. Коробканы көрсет. Дым қалмады ішінде. Все. Енді біздер мыналарды не істейміз? Жайлап біздер санап бастаймыз, Алла қаласа. Мына копилка өзі объем құтта қандай болғанмен, біреу жазып қалыпты ғой. Чекине аларымыз берсін. Объем негізі кішкентай болғанмен, бірақ ішінде деген тиын жетеді екен. Ал енді біздер қазір бәрін жайлап санап бастаймыз. Бастайық. Мен 100-діктерді жинайын да, сен 200-дікті жинай бер. Мінекей осылай қылып жинаймыз. 10-10-нан. И 200-діктер бер, 5-ін бер. 1, 2, 3, 4, 5, мына 200-діктер. Ішінде көбісі енді 100 теңгелік және 200 теңге, азғантай 50 теңгелік те бар, бірақ олар өте аз. Жайлап, біз енді камераны сөндіре салайық. Жайлап бәрін жинап болғаннан кейін, біздер камераны қайтып қосамыз.
жұмысымыз жайлап жалғасуда. Жайлап мына тиындарды жинап бастап біз жинап бастадық реттеп. Енді мына жүздіктер, мынау 2 жүздіктер 200 100. Қоя бер Алдош. Да, көмекшім көмектесіп отыр. Көмекшім молодец. Жарайды. Құрметті көрермендер, мінекей мына тиындардың бәрін санап реттеп қойдық біздер. Мына жерде енді мынадай азғантай 2 жүздіктер шықты. Мынау жүздіктер ең аз 50-ге, 2050 теңге бар. Және осы міне біреу қалып қойды 50 теңгелік. Қазір енді бәрін санап боламыз біздер. Ал Алдош көмектеседі. Ал бастайық, бисмиллах деп. Бисмиллах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. 85. Дұрыс. 85 мың 50 теңге. Бір жылдың ішіне жиналған мына тиындар. Өткен жылда қазан айында бастадық, 11 числода. Бүгін енді қазан айында 27-сі. Міне осы копилканы біз толтырдық. Алланың қалауымен толды. 85 мың 50 теңге. 85 мың 50. Осымен біздер енді мынаны или дальше жалғастырамыз жинауға, или енді семейный бюджетке олып жаратамыз ғой. Алла тағала тек берекесін берсін осындай табыстарға. Құрметті көрермендерім, видеоны сол лайк, ұнамаса дизлайк, енді әрине лайкпен бағалайды деп ойдамыз. Аман болайық бәріміз. Ауырмаңыздар құрметті көрермендерім, жанұяларыңыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті көрермендер, назарларыңызға рахмет!